Пандемияға байланысты көптеген дүкендер үшін онлайн сату, сауда көлемімен жұмыс орнын сақтап қалудың жалғыз жолы. Қазіргі қиын кезеңдегі елдегі ең инновациялық компания шағын және орта бизнеске қалай көмектесуде? Мақсат Мәліктің репортажында. Биыл қазақстандықтар Каспий KZ ірі электронды коммерция платформасы арқылы 69 миллиард теңгеге онлайн зат сатып алған. Тапсырыс саны 2 есеге артқан, 54 қаланың тұрғындары 900 мыңнан астам тапсырыс берген. Технологии Каспий KZ и наша платформа... Каспий KZ технологиялары мен біздің электрондық сауда платформамыз. Қазақстандық компаниялар мен шағын және орта бизнеске дамуға, жұмыс орындарын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Біз президент жанындағы төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның қолдауымен және әкімдіктердің жедел штабтарымен, серіктестермен және курьерлік қызметтермен бірлесіп, жеткізу қызметін ұйымдастыруға және қазақстандықтарға үйден шықпай-ақ қауіпсіз онлайн зат сатып алуға мүмкіндік беру үшін бар күш-жігерімізді салдық. Каспий KZ серіктестерінің көпшілігі шағын және орта бизнес компаниялары. Каспий KZ қазақстандық өндірушілермен және әлемдік брендтермен де жұмыс жасайды. Честно говоря, до сегодняшнего дня мы не Шынын айтсам, біз осы күнге дейін онлайн сату нарығын бағаламай келіппіз. Біздің барлық дүкендер жабылған соң біз Каспий KZ-ке көштік. Каспий KZ карантин кезінде логистикалық шығындардың барлығын өзі көтерді. Бұл Каспий KZ тарапынан үлкен көмек болды. Біздің бүкіл Қазақстан бойынша тапсырыстарымыз бір есеге өсті. Бұл сату көлемі өсіп, жұмыс орындарын сақтап қалуға мүмкіндік берді. Наши покупатели давно знают Каспий магазин. Біздің сатып алушыларымыз Каспий магазинді бұрыннан біледі. Бұл Қазақстандағы онлайн сатып алуға болатын ең қауіпсіз алаң деп санаймын. Каспий біздің клиенттерімізге өз қалауынша жұмсауға болатын 10% бонус берді. Мұның арқасында бізде сату көлемі өсті, әрі қазіргі қиын кезде қызметкерлерімізге жалақы төлеуге мүмкіндік болды. Каспий KZ бүкіл ел аумағында 54 қалада есікке дейін жеткізуді жетекші курьерлік қызметтермен бірге ұйымдастырды. Мы курьерская компания, и хотя в этот период можно забыть о Біз прибыли. курьерлік компаниямыз. Бұл кезеңде табыс туралы ұмытуға болатын еді. Алайда клиенттеріміз олардың нақты сұраныстары бар. Каспий KZ арқылы жіберілген заттар көлемі 2 есе көбейді. Каспий қазіргі жағдайда әлеуметтік тұрақтылықтың нақты факторы. Карантин кезінде көптеген кәсіпкерлер ойыннан тыс қалуға мәжбүр болды. Ал Каспий KZ серіктестеріне сатуды жалғастырып, клиенттер алдындағы міндетін орындауға мүмкіндік берді. Қазір Каспий KZ жеткізіп жатқан заттарды санап шығу мүмкін емес. Жүктің барлық түрі бар. Қазіргі жағдай электронды сауданың дамуын жылдамдатты. Тұтынушыларда затты жеткізу қызметімен бірге тиімді әрі қауіпсіз сатып алу мүмкіндігі көбейді. Бұл шағын және орта бизнеске өсудің жаңа мүмкіндігі. Электронды коммерция экономиканың өсуі мен бизнестің дамуына тың серпін беріп, жаңа жұмыс орындарын ашуға ынталандырады. Мақсат Мәлік, КТК.